Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Америка Сұлтан. Бүгін мен сіздерге артиклді үйрететін болам. Артиклдер н, з. З өте күрделі артикл, сондықтан мен оны келесі сабақта үйретемін. Н деген артикл қалай болады? Ол қалай түсіндірсем болады? Дауыссыз дыбыс тұрған кезде қолданылады. Мысалы, пен, қалам ғой, ручка. Біз оны сразу пен деп айта алмаймыз, жаза алмаймыз. Сондықтан біз оған н жалғаймыз. Н егерде дауысты болатын болса, н жалғанады. Мысалы, orange, апельсин. Біз сразу orange деп айта алмаймыз, жаза алмаймыз. Сондықтан біз n-ді жалғаймыз. Мынадай жағдай болып қалуы мүмкін. Егерде зат бірнеше көпше болатын болса, артикл жалғанбайды. Мысалы, пен. Егерде көпше болатын болса, с жалғанады. Pens, қаламдар. Orange дегенде дәл сондай. Жақсы, сіздерге түсінікті болды деп ойдамын. Сау болыңыздар.